Сәлеметсіңдер ме, балалар? Отырыңыздар. Сабағымызды бастайық. Бүгін сабаққа түгендейік. Сабаққа келмеген бізде Қалибекова Айзере мен Кенесары Аялы келмей қапты. Және 16-лық, саналуын үйренеміз. Жаңағы сабағымыздың мақсаты осы ритммен таныстыру, содан кейін оқушылардың ырғақты сезінуге тәрбиелеу, есту және ойлау қабілеттерін дамыту. Енді қараймыз. Мынандай ритм саналуы. Бір, ге, ұнатылық қой, ге, екі нота кетеді. Бір, ге, ырғақ кездеседі. Бұл ырғақ көптеген шығармаларда кездеседі. Көптеген шығармаларда. Сол кезде саналуын үйреніп аламыз. Так, тыңдаймыз. Байқадық па? Қай жерде кездесті міне? Бірге, санашке. Бірге. Вот кездесті. Екіге. Енді тақтада тұрған мына ырғақтарды санайық, балалар, санайық, хормен барлығымыз санайық. Бір, өлшем қандай? Екі, төрт, яғни әр тактіде екі үлестен болады, екі үлестен. Санаймыз. Бір, екі, бір, екі, бір, тағы бірлесіп шапалақтатып, шапалақтатып. Какая нота? Половинная, да? Раз и два, и заканчиваемся. Лишний не надо. Жартымен аяқта. Тура нотадағы сияқты ритм болу керек. Ырғақ. Так, келесі ырғақты. Ал, зере. Аха, санаш. Бірге, екіге, үшке, бірге, екіге, үшке, бірге, екіге, үшке. Келесі бөлімде сольфеджио, білеміз ғой нотамен дирижерлік ән айту. Номер 189-ды ашайық. Тональдігін табайыншы, қандай тональдікте жазылған екен? Мажор, дұрыс, тоникасына артақ аяқтан тұр, тілдің жанында не бар екен? Си бемоль бар, си бемоль. Неден басталып тұр? Такт қандай? Толық па такт? Такт толғымыз, яғни за такт деп айтамыз, толғым. Бірге емес, екіден бастаймыз, ал айтайық тағы. Фа, фа, соль, ля, ля. Fa, fa,
Тональдың қалай табамыз? Аяқталған? Нотасына қараймыз. Неге аяқталған? Фа. Бұл да фа мажор тональдігінде екен. Фа мажор өлшем 2-де тұрын. Ре, до, си, соль, ля, фа. Ре, до, си, соль, ля, фа. Ми, ре, до, ре, ми, фа. Ми, ре, до, ре, ми, фа. Ре, до, си, соль, ля, фа. Ми, ре, до, ре, ми, фа. Ми, ре. Бастапсыз, кәне өздерің. Ре, до, си, соль, ля, фа. Ре, до, си, соль, ля, фа. Ми, ре, до, ре, ми. Балалар, енді осы сабағымызда тақырыбымызды бекіту үшін біз ритмдік диктант жазамыз. Ритмдік диктант дегенді білеміз ғой. Нота дәптерімізді ашамыз. Карандашпен ритмін сүреміз. Ритмін. Яғни осы ритмдік жаттығуда диктантта міндетті түрде осы біз өтіп жатқан ритміміз болады. Балалар, дайынбыз ба? Тыңдаймыз. Өлшем қандай деп ойлайсыңдар? Қане санайықшы? Дұрыс. 1, 2, 3, 4, 2. Өлшем 2-де 4. Қанша тақыт деп ойлайсыңдар? Неше тақыт? Қанша бізде көбінесе неше тақыт болады диктантта? 4 тақыт? 8 тақыт. Қай тақта деп бар? Яғни бірінші тақтадан осы ұрғақ басталып тұр, жазамыз. Жоқ, нота бәрібір кез келген нотаны жаза бересіңдер, тек қана ырғағын дұрыс түсіресіңдер ғой. Карандашпен. Кәне тағы бір рет. Аяқталып тұр. Ең соңғысы 1-ге, 2-ге қандай ұзақтықпен аяқталып тұр? Жарты нотамен. Ал 5-ші тақтадан ары қарай нені байқадыңдар? Көбінесе қайталау кетеді. Алғашқы төртті қайталап, тек қана жарты нотамен аяқталады. Ойлап берейік, жазамыз да дәптерімізді өткізейік. Мен тексерем содан кейін. Кәне. Ал енді балалар, өте жақсы, сабаққа жақсы қатысты. Сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңдар балалар. Тақырыпты түсіндік қой, саналуы қалай санайды екенбіз? 1, 2. Жақсы балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.